Сәлеметсіздер ме, қымбатты 7-ші сынып оқушылары? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ашу түбі киіз. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау, көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашу. Бүгінгі сабағымызда балалар оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулықтың 93-ші бетіндегі 7-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Баян Батырға мінездеме беріңіздер. Оның бойынан қандай жақсы қасиеттерді байқадыңыздар? Баянның тұлғалық болмысына талдау жасаңыздар. Шығарманы толық оқысаңыздар, шығарманың негізгі кейіпкері Батыр Баянға жырдан мінез ерекшелігін білдіретін жолдарды теріп, кестенің бірінші бөлігіне жазасыздар. Кестенің екінші бөлігіне Батырдың портретін беретін жолдарды жазыңыздар. Жарайсыздар оқушылар. Тапсырманы ойдағыдай орындадыңыздар деп ойлаймын. Ендеше сабағымызды ойлан, жұптас, бөліс, яғни Джесси Джентилдің диаграммасы бойынша бекітейік. Егер мен Ноян болсам, егер мен Баян болсам, егер мен Қалмақ қызы болсам деген шығарманың негізгі кейіпкерлеріне шағын ой толғау жазыңыздар. Жақсы балалар, өз ойларыңызды білдіріп, ой толғауларыңызды ойдағыдай аяқтадыңыздар деген ойдамын. Ендеше оқушылар, сабағымызды Попс формуласы бойынша кері байланыс жасайық. Баян Батыр ел намысын ойлаушы күрескер ме? Әлде ашу-ызаның құрбаны қылмыскер ме? Баянның іс-әрекеті, яғни інісін өлтіруі, саналы, мақсатты әрекет пе? Әлде қызғаныштан туған әрекет пе? Ноян ел намысын аяққа басушы сатқын ба? Әлде албырт сезім махаббаттың құрбаны ма? Қалмақ қызы неге сұм-сұлу деп аталған? Осы сұрақтар бойынша өз ойларыңызды білдіріп, түсіндіріңіздер.